армысыздар. Біздің қазақтың қыздары 5 саусақтай білу керек. Шашын жайып жүрген ол жесір әйелдер жайып жүреді. Ол жесір қатындар жайып жүреді. Жас қыздар күйеуге тимеген шаштарын өріп жүреді. Жас қыздар шаштарын жайып жүрмейді. Егер сіз қазақ ұлтынан болсаңыз, басқа ұлт, басқа халық болсаңыз, енді өздері әке-шешелеріңіз үйретер. Тәрбие көрген қазақтың қыздары шаштарын 2 бұрым, 4 бұрым, 8 бұрым, 12 бұрым, 24 бұрымға дейін өріп, шолпы қадап, аналар шашбау қадап, жеңгелер сөйтіп жүрген. Енді түсінікті, кеңес үкіметі болды, 30 жыл базар вокзал болды, түсінікті, шашымызды қырықтық, боядық, білгеніміз дедік. Бірақ мынау кеудемізде, қанымызда қазақпыз ғой. Қалай салт дәстүріміз, қалай діңгегімізді біз жойып жібереміз. Сондықтан эфирге келгенде қазақ қыздарына айтып отырмын, үнде көшеде жүресіздер ма, осылай эфир түсіресіздер ма, билейсіздер ма, өтініш шаштарын жинап жүріңдер. Күйеуге тей, орамал кей, болмаса шашынды жинайсың. Құдай жесірлік бастарына бермесін, күйеулерін тірі болсын, баянды болсын махаббаттарын. Сол. Одан кейін қоса айтып кететін, бұл неден шықты? Бір жас қыз жүр, билеп, қазақ биін үйретем дейді, шашы. Қазақша би билейм, үйретем, недем дейді, би билейм дейді. Соған жазған ғой, қарағым, шашты тек жесір әйелдер жаяды, қыздар шашын өріп жүреді. Егер сен би билеп жүрсең, шашынды ретке келтір деп енді солай жазсам, көңілге қарап сөйтсем, біріншіден мен саған қарағым, сенің қарағың емеспін дейді. Екіншіден мен өзім білем дейді, не істесем. Енді көрген сіздің сөзі ғой. Қарағым, айналайын, балам, ботам, ол қаратпа сөздер, ол жылы сөздер, ол жақсы сөздер, ол қарғыс емес. Егер мен қарғайын десем, мысалы жаман атты десем, әй жексұрын, әй сормаңдайлы, әй екі жүзді, әй бейшара, әй шәрмәнді деп сөйлейтін едім. Да, қазіргі жастарымыз, қазір барлығына тиіп кетіп жатыр. Қазақ ана тілдерінде сонда білмейсіңдер ма? Қайсы жақсы, қайсы жаман екен? Тәрбиесіз көргенсіздік. Енді ұшан теңіз.